Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы жыл мезгілдері, ертегі. Оқу мақсаты: кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттап, мінез құлқы мен іс-әрекетіне баға беремін. Ертегіні түсініп оқимын. Ертегі кейіпкерлерінің сыртқы сипатын сипаттаймын. Ертегі кейіпкерлерінің іс-әрекетіне баға беремін. Пән мұғалімі Айбекова Индира Ахметсапиевна. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Балалар, мына ағашқа мұқият назар аударып, тақырыппен қандай байланысы бар екенін түсіндіріп көр. Әдебиеттік оқу оқулығынан 79-80 беттердегі жыл мезгілді деген ертегіні түсініп оқу. Балалар, мен сендерге қазір жыл мезгілдері ертегісін оқып беремін. Мұқият отырып тыңдайық. Жыл мезгілдері ертегі. Ғасыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл, 2 қыз. Үлкені қыз шатақ мінезді, десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанымен әкесі оны бір беткейлігін, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын, сезімталдылығы мен көркемдігі үшін оны бәрде жақсы көреді екен. Үшінші, жаз әпкесіне қарағанда ашық жарқын, жайдарлы, мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса көмейі көрінетін, ақылдылығы мен таңғы шықтай мөлдір, пәктігімен көпке ұнапты. Ал кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге болар ренжіп, бұртиып, қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өпкелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тия алмай, төгіп жіберді екен. Әйтсе де күздің жомарттығы мен ақ көңілділігі үшін бәрі оны ұнатқан екен. Балалар, енді кітабымыздың 80-ші бетін ашайық. 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Ертегі мазмұны бойынша кестені толтыр. 1-ші бағанға жыл мезгілдерінің атын жазамыз. 2-ші бағанға әр кейіпкердің сипаттап жазамыз. 3-ші бағанға әр кейіпкердің іс-әрекетіне баға беріп, өз пікірімізді жазып, маған жібереміз балалар. Жарайсыңдар балалар, ертеңіні жақсы оқыдыңдар, кестені де дұрыс толтырып жіберіпсіңдер. Бір-бірімізді қошеметтер бұрқасын арқылы бағалайық. Кері байланыс ұшақ әдісі. Бүгін сабақта таныстым, есімде көбірек қалғаны, маған ұнағаны, маған ұнамағаны, менің көңіл күйім, бұл ертегі мені қандай болуға тәрбиеледі. Сол жөнінде өзіміз жазып жібереміз. Үй тапсырмасы: үйде жыл мезгілдері ертегісін оқып, төменде берілген сұрақтардың жауабын WhatsApp немесе Telegram арқылы жібереміз балалар. Сау болыңдар, кездескенше.